Сәлем, сіз тағы Тескені арнасындасыз. Бүгін мен Қызыл торғай фильмі туралы айтамын. Бұл әңгіменің барлығы бір үлкен тосын ақпарат. Тамашалаймыз. Оқиға Ресейдегі екі басты кейіпкердің өмірінің арасында алға арқа қадыр ауыстырдан басталады. Бірінші кейіпкер науқас анасын бағып жүрген атақты балерина Доминика Егорова. Дәрігерге барғаннан кейін Доминика анасын медбикеге қалдырып, өзі жұмысқа кетеді. Театрға келген соң қонақтарды қарсы алмас бұрын киімін ауыстырып боянады. Олардың арасында оның ағасы мемлекеттік қорғаныс комитеті департаментінің бірінің орынбасары Иван Егоров бар. Ағасы оны жергілікті қарақшы Дмитрий Устиновпен таныстырады. Ол онымен суретке түсін өтінеді. Спектакль басталып, Доминика шұлық пен қызыл белдемше киіп өнер көрсетеді. Кенеттен пайда болған Цискоридзе секіру кезінде Доминиканың аяғынан таптап, оның аяғы шытынайды. Доминиканы жедел жәрдем көлігімен алып кетеді. Біз көріп отырған екінші кейіпкер орталық барлау басқармасы агенті Нейт Нэш. Ол телефон арқылы өзіне жазылған цифрды жазып алады. Нэш мекен-жайды анықтау үшін кодты пайдаланады. Нейт тапаншасын алып кездесуге барады. Құпия кездесу орны түнгі саябақ. Ол саябаққа жеткенде артынан көліктің түскенін байқайды. Нейтке кездесуге жұмбақ агент Шарик келеді. Нейт оған белгісіз бір зат беріп, Шариктің қашып кетуіне мүмкіндік беру үшін қуғыншыларды өзіне қаратып, жерге оқ атады. Нейт қуғыннан шығып, Америка елшілігіне кіріп үлгереді. Келесі күн Иван Егоров томын бастығы полковник Захаров пен генерал Владимир Коршной шақыртады. Олар Егоровқа Нейтпен саябақта түнде түсірілген бейнені көрсетеді, және оның сол күні таңертең Ресейден кетіп қалған ОББ агенті екенін айтады. Ал олардың қызығушылықтары қазір жеке басы анықталмаған екінші адамда. Доминика ауруханада жылап отыр. Оның аяғы темір таңғышта. Ол енді ешқашан билей алмайтынын түсінеді. 3 ай өтті. Доминика әлі де балдықпен жүр. Ағасы театрдан оның орнына басқа адам тауып қойғанын айтады. Ал министрлік оның баспанасы мен анасының емделу ақысын төлеуді тоқтатпақшы. Иван Егоров Доминикаға көмектескісі келетінін және шешім қабылдаған кезде оған келуін сұрайды. Кетер алдында ағасы оған конверт қалдырады. Онда Доминика Цискоридзеден оны өзін сүйіктісіне ауыстыру үшін әдейі аяғына секіргенінің дәлелдерін табады. Театрда Доминика Цискоридзеден жаңа серіктесімен жүргенін тамашалайды. Жаттығудан кейін олар саунаға барады. Ашуланған Доминика екеуін де балақпен ұрады. Үйге келгенде Доминика анасын дәретхананың еденінен тауып алады. Медбике ақша алмайтын болған соң келуді қойған. Доминика ағасының көмегіне жүгінуді шешеді. Ағасы оған мемлекеттік қауіпсіздік комитетінде жұмыс істеуді ұсынады. Комитетке театрда бұрын танысқан Устинов туралы мәлімет керек. Доминиканың міндеті Дмитрийге жақындау. Доминика бастапқыда бас тартады. Бірақ Егоров оны мемлекеттік ауруханалардың жағдайын еске түсіру арқылы көндіреді. Сол түні Доминика Устинов тұратын қонақ үйге жол тартады. Ол барға барады. Оған бірінші болып Устинов келеді. Доминика оған өзін қайта ерекше сезіну үшін оны көруге арнайы келгенін айтады. Олар оның бөлмесіне барады. Ал Дмитрий Доминикамен жалғыз қалу үшін күзетшілерді босатады. Дмитрий одан шешуін сұрайды. Ол уақытта босқа өткізбей, оған қырандай бастайды. Сол сәтте Устиновтың артында қара дулға киген адам пайда болып, тамағынан тіліп жібереді. Ер адам Доминиканы бөлмеден алып шығып, автотұрақтағы күзетшіні өлтіреді. Олар мотоциклге мініп қашып кетеді. Қараусыз қалған ғимаратқа жеткенде, ер адам дулығасын шешеді. Оның есімі Сергей. Көрші бөлмеде Егоров пен Коршной не болып жатқанын бейнекамералар арқылы бақылап отыр. Коршной қыздан көгір ретінде құтылғысы келеді. Бірақ Егоров оны болашақта керек екенін айтады. Иван Егоров Доминика отырған бөлмеге кіріп, бұл сынақтың бір түрі екенін хабарлайды. Оны арнайы мекемеге барып, оқуға шақырады. Доминика бір мекемеге барады. Оны торғайлар мектебінің жетекшісі Матрона қарсы алады. Ол Доминикаға жалған құжаттарды беріп, бөлмесіне көрсетеді. Сабақтар басталып, Матрона қазіргі әлем тәртіпсіздікке толы екенін және тек Ресей ғана мұны тәртіпке келтіре алатынын айтады. Торғайлар бағдарламасының түлектері арбау мен психологиялық айла шараға мамандаған таңшыларға айналады. Доминика пен Виктор есімді студентті тақтығда шақырып шешінуді сұрайды. Виктор мұны ойланбастан жасайды, бірақ Доминика шешінбейді. Матрона ашуланады. Нейтті ОББ тәртіптік комиссиясы шақырады. Олар оған Ресейдегі қателіктері үшін ақштан кетуге тыйым салынғанын және уақытша шетелгенін хабарлайды. Нейт өзінің жалдаған агенті Шарик онымен 3 жылдан астам жұмыс істеп келе жатқанын және басқа ешкімге сене алмайтынын
шақпайтынын айтады, бірақ оларға бәрібір. Матрона сабақ кезінде торғайларға өздерінің қалауларын, олардың объектілерін не қалайтынын анықтауға үйретеді. Ол сезім мен тілектерді оқуға жаттықтыру үшін бейне көрсетеді. Виктор дұрыс жауап бере алмайды, ал Доминика оны түзетеді. Бұл Викторға әрине ұнамайды. Олардың тобындағы қызға бейнені көрсетеді. Содан кейін оның қолына кісен салып ал қыздан бүкіл топтың алдында оған минет жасауды талап етеді. Қыз тізерлеп тұрып, көзіне жас ала еденге құлайды. Матрона студенттерге олардың рефлекстерін алдау керектігін еске салады, және оларға азғырудың кейбір негізгі әдістерін үйретеді. Нейт өзінің соңынан еріп келе жатқанын байқап, бұл туралы бастықтарына хабарлайды. Олардан Шариктің байланысқа шықпайтынын біледі. Олар Нейтті Будапештке жіберсе, Шарик онымен байланысуға тырысады деп келіседі. Торғала мектебінде оқушыларды соғыстан оралған жауынгерлерге апарады. Олар жауынгерлерді жылы қарсы алу керек. Доминика жас сарбазды таңдап, оны бөлмеге кіргізіп, оны қолымен ләззатқа бөлейді. Кешке Матрона сарбаздармен бірге жатуғыларын бейнелерін көрсетеді. Матрона Доминикаға оның техникасы жаман емес екенін, бірақ мұнымен тоқтамауды үйреніп уақыты келгенін айтады. Сабақтан кейін Доминика душқа түсіп жатқан кезде, оған Виктор келіп тиіседі. Бірақ Доминика кранын тұтқасын жұлып алып, өзін қорғап алады. Егоров, Корчной және Захаров агент Нейтін Нэштің Будапештте пайда болуын талқылайды. Егоров торғайлардың бірін тапсырмаға жіберуді ұсынады. Генерал Корчной торғайлар мектебіне келеді. Ол Матрона екеуі Доминикадан Виктормен болған оқиға туралы сұрайды. Матрона өз шәкіртінің жоғары әлеуетін бағалайды. Корчной болған жағдайда Доминикадан тағы да оңаша сұрайды. Оның идеологиялық көзқарасына сенімді болған ол Доминиканы жібереді. Матрона Доминиканы тақтаға шақырады, ал Корчной бернеден не болып жатқанын көреді. Матрона Викторды шақырып, Доминикадан оған қалған нәрсені беруін талап етеді. Виктор оған артымен бұрылуды өтінеді. Доминика бас тартады, бірақ шешінуге кіріседі. Ол Виктордан оған қарап тұруын талап етеді. Доминика шешініп, үстелге отырады. Аяғын ашып, Виктордан қалағанын істеуін сұрайды. Болып жатқан жайтан Виктор масқара болып қашып кетеді. Матронаның сұрағына жауап бере отырып, Доминика Виктордың қалауы оның күшінің көрінісі екенін айтады. Корчной таң қалады. Сабақтан кейін Матрона Доминиканы шақыртып, оны Мәскеуге жіберетінін хабарлайды. Иван Егоров анасымен кездескеннен кейін Доминикаға телефон соғады. Олар мейрамханада кездесіп, оған тапсырманы түсіндіреді. Доминиканы Будапештке Нейт Нэшті азғырту және Шарик деп көп шифрланған көр тышқанның жеке басын анықтау үшін жібереді. Егоров оған жаңа атпен төлқұжат бергеді. Доминика Будапештке келіп, тағы бір торғай мартта тұратын пәтерді табады. Ол жергілікті куратор Максим Волокдупен кездеседі. Максим оған Нейт Нэш туралы ақпарат береді. Доминика Нейттің ізіне түсіп, Нейтпен бір бассейнге барады. Ол бір-бірімен танысып сөйлеседі. Кейінірек ол Нейтті бассейнде таппай қалады. Сол кезде өзінің кім екенін түсініп қойғанын түсінеді. Нейт әріптестермен Доминиканың құндылығын және Иван Егоровпен байланысу мүмкіндігін талқылайды. Оған жақындасуға рұқсат береді. Билік оған деректер жинау үшін оған жақындасуға рұқсат береді. Доминика Волонтовтан Америка елшілігіне жолдама алып беруін сұрайды. Елшілікте ол Мартаны американдық Стефани Бушмен бірге көреді. Нейт Доминикаға жақындап кешкі асқа шақырады. Үйде Доминика Мартаның заттарын тінтіп, оны Бушеден құпия ақпаратты сатып алғанын көреді. Марта Доминикаға Волонтовтың Мәскеуге жағымсыз есебінің көшірмесін жібереді. Ол Волонтовты тавернаға дейін іздейді. Тавернада ол оның жұмыс мүшесінің өлшемі туралы әзілдермен арандатады. Сол үшін де сазайын тартады. Енді Доминика егер есепті өзгертпесе, оған қарсы арыз жазамын деп қорқытады. Нейт оны мейрамханада күтеді, бірақ Доминика келмейді. Нейт өзі шифрланған хабарлама алады. Онда Венада деп жазылған, оған көз жасын төгіп Доминика келеді. Олар ішеді. Ал ол бастығының оны ұрып соққанын айтып шағымданады. Ол оның мекен жайын қала тапқанын сұрайды. Доминика болса теледардан даусын көтереді. Ол Нейттен Мәскеудегі саябақта не болғанын сұрап, оны сүйеді. Нейт оны үйіне қайтарады. Келесі күні Иван Егоров Доминикаға барады. Ол Нейт бойынша прогрестің жоқтығына ашуланып, Венаға кетеді. Доминика Мартаға Бушмен көмектесіп жатырмын және оған көбірек уақыт пен ақша керек деп өтірік айтады. Ағасы кетпей тұрып, Доминика оның пальтосы мен қағаздарын ақтарады. Марта тапаншасын Доминикаға Бушның оның агенті ғана екенін айтып көздейді. Доминика оны тыныштырады, себебі Мартаның басқа таңдауы да жоқ. Доминика Венаға барады және сол жерде банк шотын ашады. Марта Волонтовқа барып, Доминикадан құтылуды ұсынады. Кешке Доминика Мартаны пәтердегі ваннада өлі күйінде табады. Оның артынан Сергей пайда болып, оны ұстап алады да, оған құпиялармен бөлісетіндердің соңы осылай аяқталады деп ескерту жасайды. Нейт өзінің басшылығына Венада Шарикпен кездесуі туралы хабарлайды. Шарик Доминиканың торғай екенін растайтын құжаттарды ұсынған. Ол оны жұмысқа алуды ұсынады. Полиция Доминиканы тергеуге алады. Ол ештеңе айтпайды.
айтпайды. Ол бөлімшеден шыққанда оны Нейт қарсы алады. Оны үйіне апарып, оның торғай екенін білетінін хабарлайды. Доминика бәрін мойындап, анасы үшін қатты уайымдайтынын айтады. Нейт оған оны қорғауға ақшалай көмек көрсетуге уәде беріп, қос агент болуды ұсынады. Доминика тек ұйықтағысы келетінін айтады. Ол оған жатын бөлмесін береді де, өзі диванға жатады. Түнде Доминика Нейтке келіп, онымен бірге түнді өткізеді. Таңертең Доминика ұсынысқа келісетінін айтып, жұмысына қайта оралады. Ол Нейттің өз құрығында екенін туралы хабарлама жібереді. Доминика мен Нейт оның кездесуін телефон қоңырауымен растайтынына келіседі. Қоңырау шалынғанда оның сүйікті әні ойнайды. Шифрланған қоңыраудан кейін Доминика Нейттің басшыларымен кездеседі. Ол ордан полиграфта жауап алады. Доминика ақша сұрайды, ал ОББ жігіттері оған күледі. Ол Бушыге бәрін жеткіземін деп уәде береді. Доминика Лондонға ұшады. Онда ол ОББ дайындаған бөлмеде қоныстанады. Бөлмедегі айнаның астына ауыстыруға тура келетін дискілер жасарылған. Доминика Бушыны барда көтіп отырғанда, көмектескісі келетінін айтып, Волонтов келеді. Доминика Бушыны қорқытып алмас үшін оны алып бөлмесіне жібереді. Бушы келген кезде Доминика оны Марта жібергенін айтады. Бушы шикіліктің барын сезіп, кетуге асығады. Бірақ Доминика ол туралы ақпараттар бар деп оны қорқытады. Олар Доминиканың бөлмесіне барып, оны Бушы оған дискіні беріп, ақшаға айырбастайды. Доминика дискілерді ауыстырады. Доминика бен Волонтов кетіп, Бушыден қонақ үйден шықпас бұрын 1 сағат күтуін сұрайды. Бірақ Бушы қызып алған күйде кетуге асығады. Ол артынан біреудің келе жатқанын байқап, ақша салынған дорбаны қоқыс жәшігіне лақтырып жібереді де, жолға қарай жүгіре бергенде, оны жүк көлігі қағып кетеді. Доминика Волонтовпен бірге көлікте келе жатқанда, Волонтовқа қоңырау шалынып, Мәскеуге шұғыл оралуын талап етеді. Ол Доминиканың төлқұжатын алып кетеді. Мәскеуде Иван Егоров Волонтовтан дискілерді алып, оны тұтқындайды. Олар американдықтарға көмектесті деген күдікке ілінеді. Доминиканы азаптауға кіріседі, бірақ ол мойындамайды. Олар оған Волонтовтың өлім жазасына кесілген видеосын көрсетеді, бірақ ол бәрібір де мойындамайды. Оған ағасы Иван қосылып, Доминика аяушылыққа қысым жасайды. Оған үйге қайтуға рұқсат береді. Коршной мен Захаровпен өткен қиын кездесуден Иван пәтеріне оралады. Бұл жерде оны Доминика күтіп отырады. Ол оған Нейтпен жұмысты жалғастыруды бұйырады. Доминика Будапештке қайтады. Нейт Доминиканың неге тез босатқына таң қалады. Ол одан анасын Америкаға ауыстыруға және оған көбірек ақша беруге көмектесуін сұрайды. Ол көмектесуге уәде береді. Олар махаббат машақатына бөлінеді. Түн ортасында Доминика бір түрлі дыбыстан оянады. Ол Нейтті байлап қойған Сергейге тап болады. Доминика Сергейге көмектесемін деп сыңай танытып, көңілі ауып кеткенде, оны ұрып Нейтті босатады. Төбелес шығып, Сергей құлап, Доминика оның мойнына пышақ сұғып алады. Доминика ауруханада оянып, темекі шегу үшін бөлмеден шығады. Генерал Коршной оған жақындап, Шарик деген агент өзі екенін мойындайды. Ол өте жақын арада бұл құпияның ашылатынына сеніп, бекер өлгісі келмейтінін айтады. Ол Доминикаға өзін әшкерлеп, оның арнайы қызметін қаһарманы болуына сонымен бірге Шариктің орнына тұруға ұсыныс жасайды. Доминика жауап қатпайды. Нейтті тексергеннен кейін ол полицияға барып, Ресей елшілігіне хабарласуды сұрайды. Ол елшіден Захаровпен байланысуды сұрайды, және Шариктің кім екенін айтуға уәде береді. МКК мен ОББ агенттермен алмасуды ұйымдастырады. Нейт Доминикаға Шарикті ұстап бергені үшін ашуланады. Бірақ Шариктің басынан қапты алып тастағанда, бұл Доминиканың өзі алдап соққан ағасы Иван екенін белгілі болады. Нейт бұл ойынды құптап, Шариктің сол екенін растайды. Айырбастаудан кейін Доминиканы тік ұшақпен алып кетеді. Ал Иванды МКК снайпері өлтіреді. Үйге оралған Доминика Ресейдің батыры атанады. Анасының пәтерінде телефон шырылдап, оны сүйікті әні ойнайды. Егер бұл бейне сіздің көңіліңізден шықса, лайкты басып, осы арнаға жазылыңыз. Және де келесі бейнені тамашалауды ұмытпаңыз. Рахмет.